Енді тағы түсінікті болу үшін жалғастырып жіберейін өзімнің тәжірибемнен да кванттық секіріске қарай. Мен өзім өмірімде кванттық секіріс жасаппын. Сол сияқты әркім өзінің өмірінен келтіре алады мысалды, соны еске түсірсеңіздер. Алдымен сол секіріс дегеннің не екенін түсініп алсақ. Мен өмірімде сондай бір күшті секіріс жасаған екем. Ол да бір Құдайдың құдіретімен ғой. Баяғыда бір жаңағы апайымыз жатқан жер жайлы болсын, қайтыс болды. Сөйтіп оның жинаған кітаптары, көрнекі құралдары, мынандай доскінің артында полкі болатын, сөре. Сол сөрелерде үйлеп қалған ғой жаңағы. Неше жыл жинаған заттары. Өзі қайтыс болған кезде мен өзім қатты бір түрлі болдым. Ойпыр-ай, жақын сөйлесіп жүрген апай еді. Өмір деген әйтеуір қамшының сабындай деп айтып жүреді. Тура сондай екен ғой деп. Кешегі жүрген адам бүгін жоқ деп. Ол кісі қайтыс болып кетті. Сосын артында сонша жинаған дүниесі қалды. Бір кездері күйеуі келеді. Сөйтіп өзінің жаңа арбасыменен соның бәрін біразын тиеп алып кетті. Сосын ойбай дедім. Сонда тиеп алып кеткен кезде бұл кісінің еңбегі, бұл жаңағы апайдың еңбегінің бәрі сонда ол үйіндегілер түсіне ме? Отқа жағады, біреулерге беріп жібереді, бала-шаға ойнап жыртады оны. Сол кездері дәл айлық алып қалғанбыз ғой. Айлық алған кезде мен сол бір айлығымды бере салдым жаңағы кісіге. Мәңіз. Дейтін да мына апайдың заттарын бәрін қалдырыңыз дедім. Сонда ана кісі таңғалып қалды да ақшаны алды. Сөйтіп заттарының бәрін қалдырды. Сонда енді таңғалмаған адам қалмады. Ойпыр-ай, бір айлығын бере салдың ба деп. Иә, бере салдым дедім. Сонда мен квантовый секіріс жасаппын. Квантовый секіріс деген сол екен ғой. Құрметті қалайық. Осындай секірістер жасасаңыз, айналаңызға түсіндіріп айтып қойыңыз. Ол деген мынандай екен деп. Содан кейін менің бойымда бір өзгеріс пайда болды. Айтам ғой, денеменен сөйлесе білу керек екен ғой. Денемізді тыңдай білуіміз керек. Денеміз ауырлады ма, жоқ әлде жеңілдеп жатыр ма? Ауырласа денең, демек бір іс-әрекеттерің дұрыс болмай жатыр. Мен денем жеңілдеді сол кезде. Қатты жеңілдеді. Оны байқадым. Байқағаным сол, бірде бұны мен айтқам негізі. Бірақ енді естеріңізде ма, естеріңізде жоқ па? Түсінікті болу үшін қайталап айтудың. Қайталау жақсы сабақ дейді ғой. Бір күндер үйде жалғыз өзім қалдым. Шам намазы кез ғой. Шам намазы кезінде ол кезде от жағамыз. Үйде жалғыз өзім қалдым. Терезеге қарап тұрдым. Әпкемді күтіп. Атанам бір жаққа қыдырып кеткен. Сосын көз алдымда бір екі дөңгелек пайда болды. Үш дөңгелек пайда болды. Екі дөңгелек. Дөп дөңгелекті біреуінің жаңағы қайырма дейміз ғой. Таңба. Сол сияқты. Бір құйрығы шығып тұрған сияқты болды.
сөйтіп қойшы не керек, аспанға қарай көзімді аспанға қарай бағыштайды да, сол көзімде пайда болған. Сөйтіп далаға шықтым. Біздің жаңа есік батысқа қарап қалған. Сөйтіп есіктің алдында тұрсам, бір кездері жаңағы үш дөңгелек көзімнен шықты. Сол көзімнен шықты да дәл маған қарап тұр. Мен оған қарап тұрмын. Мен үш дөңгелекке қарап тұрмын, олар маған қарап тұр. Енді байқағаным, үш дөңгелек өте қою жасыл, қою қара жасыл болды да. Жасыл, бірақ қою жасыл. Қара, қою жасыл болды. Сөйтіп бір кезде сол үш дөңгелек көзімнен шықты да, батысқа қарай, аспанға қарай өрлеп кетті, бір-бірін қуалап. Ал енді аспанға барған кезде көз алдымда қара қою болып тұрды ғой. Енді аспанға, кеңістікке шыққан кезде ашық, жап-жасыл болып, әдемі ашық жап-жасыл болып кетті, бұлт сияқты, бірінің соңына бір қуалап. Сөйтіп менің байқағаным, олар таңғалыста болды. Неге деген сияқты. Олар менің денемнен шыққысы келген жоқ қой сонда. Ал енді Құдайдың құдіретімен сол денемнен шығып кетті. Сол кезде мен қатты жеңілдедім. Осы ненің арқасы? Осы жаңағы апайдың заттарын алып көпшілікке тарқатып бердім, бір айлығымды беріп. Міне соны біз кванттық секіріс дейміз. Содан кейін әйтеуір Құдайдың құдіретімен мен күнге қарайтын болдым, күнге қарасам, оң көзімнен көрінеді. Күннен көппенбек көк дөңгелектер шығады. Мына қазақстанский шоколад бар ғой, міне көз алдарыңызда тұр. Сол сияқты көк дөңгелектер күннен төгіліп шығады. Сөйтеді, мен оларды қызықтап қарап тұрам. Көзімді біресе ашып, біресе жұмып. Көзімді жұмған кезде олар қою көппенбек болып тұрады да, сосын сарыға айналады. Сөйтеді да, сап-сары болып тұрады да, кейін аппақ болады. Сөйтіп жоқ болып кетеді. Күнге қайтадан қараймын, қайтадан сондай көппенбек дөңгелектер төгіледі. Сөйтіп қызықтап аспанға қарап жүрдім ғой талай. Әлі көрінеді сол көк дөңгелектер. Міне осы сонда Құдайдың құдіретіменен жаңағы кванттық секірісті жасаған екен. Осындай мысалдар әрбіріңізде бар. Өздеріңіз ойлап қараңыздар. Сондай болды. Ал енді жаңағы бір топ әйелдердің әңгімесіне келсек, мін айту керек па, айтпау керек па деген. Сонда мен өзім пікірім бойынша мінді айту керек, бірақ оны айта білу керек. Егер сіз оны қалай айта білу керек екенін білсеңіз, демек сіз квантовый секіріс жасап жүресіз. Өзіңіз де секіріс жасайсыз, жаңа басқаның да секіріс жасауына өзіңіз жаңағыдай не боласыз, өзіңіз соған ықпал жасайсыз. Енді біреу сізді қапа қалса жақсы көресіз бе? Жақсы көрмейсіз ғой. Сіз де басқа біреуді қапа етпеуге тырысасыз. 3D дейміз ба, жаңа үшінші өлшемде адамдар тіке айтып, бірінің жүрегін бірі жаралап, бірімен бірі ұрсып, таласып,
бірін бірі қарғап кететін еді ғой. Егер біреуге қатты сөйлесеңіз, әрине ол қапа болады. Сізге қатты сөйлесе, сіз де қапа боласыз ғой. Тура сол сияқты. Сол себептен айтқан ғой ғұламалар, өзің кімнен қандай сөз естігің келсе, өзің де айналаңа сондай сөз айт деген. Енді жаңағы Айгүл Тәуіпбаева деген келіншек бар ғой. Соның өзгергенін байқадым, және де Гүлжанаттың өзгергенін байқадым. Олар екеуі де қатты ауыр сөйлейтін алғашқы кезде. Қазір енді жұмсарған, өзгерген. Осыған орай Абай атамыз туралы оқыған дүние есіме түсіп кетеді. Баяғыда Абай ата туралы бір кітап оқыған едім. Дәл қандай кітап екенін есімде жоқ. Сонда Абай атамыз өте қатал болған екен ғой. Оның отырған отауына, яғни киіз үйіне ешкім жолап бара алмаған. 10 километр алыс жүреді екен. Мына Абай атаның отауы десе, сондай бір шеттеп жүреді екен. Жоламайды екен. Қорыққандары сонша. Сонда Абай атамыз өте қатал болғанда қатты сөйлейтін адам болған ғой. Жаңағы әкесі сияқты. Енді көзіміз көрген жоқ, кітапта солай жазылған ғой. Кейіннен адамдар Абай қайдасың? Абай-ау деп Абайдың атын айтып, шын аты Ибрагим екен ғой. Сөйтіп кіріп келген кезде Абай атамыз қуанышты болады екен. Өте қатты қуанады екен. Неге десеңіз, бұлар енді мені өздеріне жақын тартып, менен үркуді, қорқуды қойды ғой деп қуанады екен. Өзінің, яғни Абай атамыз өзінің жүрегінің жібігеніне, жұмсарғанына, бойын махаббат билегеніне қуанады екен ғой. Міне. Сонда Абай атамыз өзгергенде. Сосын Абай атамыздың сөзі бар ғой. Мінезім осындай, мен өзгере алмаймын деген адамның тілін кесер едім деген екен. Сол айтпақшы, мына жерде Тәуіпбаева, сосын жаңағы Гүлжанат қатты өзгерген. Өзіңнің бала шағаңменен ұрысып таласып жүру деген ол қиын ғой. Бала шағаның бәрі ол қаламайды, әрине. Жаңа қарсы болып отырса, сен неге жүрсің сол жолда? Осы жұрттар сияқты современный болып жүрмейсің ба? Десе, оған шешесі ұрысса, біздің ата-бабамыз осылай жүрген, осылай жүру керек деп оған ұрысып берсе, сонда несі бұл құдайшылдық болды? Бұл жолда жүрген адамдар, киініп жүрген адамдар ешкімге қапы болмау керек. Өйткені ешкімнен сұраған жоқсыздар ғой. Жұрт сіздерге осыны киіп аласың, аяғыңа кебіс киесің, мәсі киесің, кимешек киесің, осылай жүресің деп сізге бала шағаңыз айтты ма, жоқ басқа халық айтты ма? Өз таңдауларыңызды жасадыңыздар. Жүректің қалауы шығар енді сол. Менің таңдауым осы деп. Ал енді өз таңдауларыңызды жасағаннан кейін сіздер басқаға кедергі боламайсыздар. Неге десеңіз, әркімнің жаны Құдайдікі, әркімнің өзінің таңдауы бар, әркімнің өзінің көресісі бар. Адамның жаратылысын біз
түсінбейміз. Адамды Құдай тағала қалай жаратқан? Неге бізді әртүрлі қылып жаратқан Құдай тағала? Деп біз өзімізге сұрақ қойып, адамның жаратылысын біз зерттесек, сонда біз ешкімді кінәламаған болар едік. Құранға жүгінетін болсақ, Құранда айтылады: біреуге тура келген нәрсе біреуге тура келмейді дейді. Осы аяттың да мәнін, мағынасын түсіне білейік та. Сізге тура келсе, басқаға тура келмейтін шығар. Оның жаратылысын Құдай біледі ғой. Біз өз жаратылысымызды түсініп алсақ, міне соның өзі үлкен жетістік, бақыт қой. Адаспасақ, өзіміз адаспасақ болды. Ал өзге қандай жолды таңдайды, оның өзінің жаратылысын өзі зерттеп, өзі біліп алсын. Сол себептен қазіргі таңда, қазіргі айтылып жатқан ақпараттарда айтылады ғой: өзіңмен бол, өзіңді дамыт, өзіңді таны дейді. Ал енді тағы Құранға жүгінетін болсақ, Құранда айтылған: ақыр заман болған кезде әр адам өзімен өзі болып кетеді дейді. Сонда мен ойланатынмын: ойба, сонда адамдар неме миы ашып, бәрі ақылдары ауысып, сендей соғысып кете ме сонда? Неге бұлай айтқан деп ақылым жетпейтін соған. Сөйтсем, ақыр заман деген сөз ол кешегі заман аяқталды, жаңа заман басталды. Енді осы жаңа заманда жаңаша өмір сүр, өзіңді таны деген әңгіме екен ғой бұл. Құранда да солай айтылған. Мінекей сол себептен бұл жерде әрқайсымыз өзімізді тәрбиелеуіміз керек болып тұр ғой. Өзіңді дұрыс алып жүрсең, сондай адамдарды тартасың дейді ғой. Өзіңе ұқсас адамдар тартылады дейді жүрген жеріңде. Иә, айта берсек әңгіме көп. Сонда құрметті бауырлар, құрметті ағайындар, қандастар, әрбір үйде әйтеуір бір ыдыс аяқ сылдырлайды ғой. Міне сол кезде біз оны үдетіп алмауымыз керек. Сенікі дұрыс емес, үйте салсаң болмас бет, бүйте салсаң болмас бет деп. Ондайға мүлдем жол беруге болмайды. Қазіргі жастар ол біз емес қой. Ұрысса болды, көзін сығып барып, бір бұрышқа жылап алып, сосын жұмысын істей беретін. Ондай емес қазіргілер. Оның үстіне қазір заманда өзгерді. Қазір тек қана сол жақсы сөз, жылы сөз, махаббатпен ғана біз бір-бірімізге пана боламыз, бір-бірімізге тіреу боламыз. Бір үйдің адамдары солай ғана үйіп отыра алады. Сіздікі өзіңіздікін дұрыс деп санап отырсыз ба? Демек өзгенікін де дұрыс деп, өзгенің де таңдауына келісіп отыруымыз керек. Ал егер күдік, күмән алсаңыз, ойпырмай, осының ақыр қалай болар екен десеңіз, онда да тәуекел керек, бір Құдайға тапсыру керек. Біз бір Құдайға тапсырып өмір сүруді үйренуіміз керек. Ол да біздің өзіміздің ата-бабаларымызда, әке-шешелерімізде бар. Мен
Анам өңкөй солай деп айтатын, бір Құдайға тапсырдым деп отыратын. Өйткені Құдай біздің жағдайымыздың бәрін біліп тұр ғой. Ал адам ол 100% бізді түсінбейді. Өйткені ол адам, ол Құдай емес. Құдай бізді жағдайымызды, қалай біз неден жаратылғанымызды, қалай жаратылғанымызды біледі. Сондықтан білетін Құдайға тапсырып қойған жақсы. Құдай алдыңнан жарылғасын, Құдай адастырмасын, бір Құдайға тапсырдым деген аналарымыз. Міне квантовый секіріс деген осы ғой. Бір адамдар бар да, өз айтқаны болмаса болмайды. Өзінің ғана айтқаны дұрыс та, өзгеге де өзінің айтқанын істетеді ғой. Міне осындай адамдар вампир дейді ондайлар. Қанішер дейді да, қанішер. Қазақшалап айтқан кезде. Ондай болмау керек. Егер ондайға біз жол берсек, біз ата тегімізді тазалай алмаймыз. Құрметті бауырлар, ондайға жол бермеу керек. Заман өзгерді. Сіз де өзгеріңіз. Біз де өзгерейік, бәріміз өзгерейік. Солай. Өзіміз үшін, бәрі өзіміз үшін, бала-шағамыз үшін, бауырлар үшін, ақырет өміріміз үшін өзгерейік.